Құрметті аналар, қадірлі арулар, сіздерді көктемнің жылы шуағымен келетін алғашқы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ана мен әйел қуанышы әр үйдің, әр отбасының, отанның мерейі. Бүгінде бесік пен әлемді қатар тербеткен аруларымыз әр салада тынбай еңбек етуде. Соның ішінде өңірімізде мемлекеттік қызмет саласында 2000-нан астам нәзік жанды арулар қызмет атқарса, олардың 420-сы басшы лауазымда жұмыс жасайды екен. Олардың қатарында халықтың әл-ауқатын жақсарту жолында табысқа жеткен бірқатар беделді қоғамда өзіндік орны бар азаматшыларымыз көп. Еңбек жолындағы көп жылдардағы мемлекеттік қызметке арнап, қызметтің дамуына қосқан үлестеріңізбен сіңірген адал еңбектеріңіз үшін алғысымды білдіре отырып, аяулы аналарымызды, барша аруларымызды тағы да мерекелеріңізбен құттықтай келе, жүздеріңізден күлкі, жаңалықтарыңыздан береке кетпесін деп тілейміз.